Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Саламатсыздар ма? Ұлы жеңістің 80 жылдығы құтты болсын. Біз бүгін қоғамдағы өзек мәселенің бірі Ұлы Отан соғысының батырларын ұмыттырмау туралы сөз қозғаймыз. Бұл тек жастарға ғана емес, қоғамға да пайда әкелетін ойын болады. Ойын демалыс құралы, ал оған тәуелділік өмір сапасын төмендетеді. Бұл ойын Ұлы Отан соғысының батырларын ұмыттырмау жас ұрпаққа сана беретін ойын болады. Ойын атауы жеңіс жолы Ұлы Отан соғысы. Негізгі мақсаты ойында СССР жауынгері, неміс жауынгерінің 10 жауынгерін өлтіріп, базасында тұрған туды алып, өз базасына келіп жеткізу. Ойын механикасында бізде басында осы 2 дүниелік соғыс деген жазу болады, одан кейін басты энтерден басыңыз деген болады. Басқан кейін бізде соғыс басталады. Бұл жерде жаулар өз базасынан шығып сол жаққа қарай шабуылдайды. Сол кезде атысып, kills деген сан пайда болады, жау өлтірген сайын. Сол кезде флаг пайда болған кезде бүйтіп флагты алып, өз базасына қайту керек. Өз базасына қайтқанда бізде жеңіс болады. Енді ту механикасында 10 адам өлтіргеннен кейін, kills 10-ға жеткеннен кейін, неміс базасында ту пайда болады, Германияның туы. Сол туды алып өз базасына алып келген кезде сол жеңіс болады. Жеткізе алмаса, болмаса оқ тиіп кететін болса жеңіліс. Әрине ойынға деген тәуелділік көп болғандықтан біз жастарға шектеу қоя алмаймыз. Сол себепті де бір құрастыруға ойынды ойнау арқылы Ұлы Отан соғысына қатысқан батырларды ұмытпау, дәріптеу мақсатында елін сүйген, отан сүйген патриоттар тәрбиелеу. Это